Бәріңізге ассалаумағалейкум. Бүгін өздеріңіз білетіндей, Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ақш-тың мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкенді қабылдады. Мемлекет басшысы америкалық дипломатқа ілтипат білдіре отырып, Қазақстан мен ақш арасындағы дипломатиялық байланыс орнаған уақыттан бері екі жақты және көп жақты форматта өзара тиімді іс-әрекеттер жолға қойылғанын атап өтті. Сіздің сапарыңыз стратегиялық ынтымақтастықты нығайтуға серпін беру тұрғысынан өте маңызды. Қауіпсіздік, энергетика, сауда және инвестиция секілді маңызды стратегиялық салалардағы сенімді әрі ұзақ мерзімді серіктестік қатынастарымыз өте жақсы. Сондықтан біз бұл ынтымақтастықты одан әрі дамытуға дайынбыз. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, Құрама Штаттардың тәуелсіздігімізді, аумақтық тұтастығымыз бен егемендігімізді тұрақты түрде берік қолдап жатқаны үшін ризашылығымызды білдіргім келеді, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Мемлекет басшысы экономикалық ынтымақтастық жөнінде айта келе, ақш Қазақстанның 62 миллиард доллардан астам инвестиция құйған ірі инвесторларының бірі екенін атап өткен. Тоқаев орталық Азия елдері мен ақш-тың сыртқы саяси ведомстволары жетекшілері кездесуінің Астанада өтуі маңызын атап өтті. Құрама Штаттардың С5+1 форматындағы ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған күш-жігерін құптады. Ал енді өз ойымды ортаға салып талқылап көрейік. Менің ойымша, бұл ақш-тың жайдан-жай келуіне шикілік бар секілді. Орталық Азия елдерін аралап инвестиция құйып жүргені Ресеймен арақатынасты жоғарылатпау үшін деп ойлаймын. Және де Ресей санкцияның кесірінен батыстан заттары мен техникаларын ала алмайды. Сондықтан тікелей Қазақстан арқылы жеткізіліп жатыр. ақш бұны сылтау етіп, Ресейге енді көмектесетін болсаң, санкция саламыз деп қорқытуы да әбден мүмкін. Немесе араға от салып, соғыс ашуы да бек мүмкін. Әйтеуір екінші Украинаның халін кешпесек болғаны. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.